айттым, сол қайда алдынан адам шыққап, сол кісі ұстады. Соң өз-өзіме айттым, болмайды уже. Кішкентай баланы қуып жете алмадым, ертең қызыма болмайды дедім де, өз-өзіме. Өз-өзіңізде сол жерде қамшылап, шешім қабылдадыңыз, е? Сол шешім қабылдадым, сол күннен бастап сразу білмеймін, өз адам миында екен ғой мынау, жаңағы тамақты қалай ішу, қандай тәртіппен ішу, нан жей алмасам, тоқтата алмаймын, газировканы тоқтата алмаймын дейді ғой. Мен сол күннен бастап білмеймін, басында бір блок қойылды ма? Өзгеріс болды ма, блок қойылды ма. Сол күннен бастап газировка, тәтті, нан дегенді өзім тоқтаттым. Содан бері жаңағыдай жеңіл-желіп тамаққа көштім. Вроде бы жеймін, тойып қалып жүрдім де. Сразу содан басталып кетті бәрі. Тамаша. Енді көрдіңіз ба, бұл жерде бір дүниеге бір дүние себеп болады дейді ғой. Енді осы уақытқа дейін сіздің қызыңыздың дүниеге келуі, оның тәйтайлап аяғы шығуы, жүгіруі, соның бәрін күткен секілді болып тұрсыз ба енді? Бала деген жарты жаңағы өзіңіздің бауыр етіңіз ғой. Сондықтан да енді ең әлсіз тұс дейді ғой адамзаттың баласы. Сол себеп болып тұр ғой енді қызыңыз. Өткен себеп болды өйткені. Қазір қызымды мынандай жағдайда қуып жетемін, ертең Құдай біледі, уақыт келе мүмкін қызым өсуін көру керек, мектепке берген көру керек, үйлендіруге оның бәрін көргім келеді. Қазір ондай салмақпен ауыр ғой, адам деген жүрек тоқтап қалып, талай достарым ұйқыдан да кетіп қалды мысалы. Тоқтап жүректер тоқтап, енді соның бәріне апармайын деп сол Айтымға жүгіндік. Айтым мырзаға, Айтым Жақупқа және оның спонсорларына үлкен рахмет. IBA командасын, IBA деп тұр өзі. Боксерс федерация үлкен спонсор, Омар Назарович Кремлев деген россиялық азамат, үлкен спонсоры. Сол жерде мысалы ол жобада қатыссақ, бір тиын ақша бізден қалтымыздан шықпады. Жататын орнымыз, тамағымыз және жаттығуымыз, медицина бәрі тегін болды. Керемет. Полный тегін обеспечение болды ғой. Тамаша. Біздікі тек қана тәртіп қана болды ғой, тәртіп ұстам, бесін тасысам болды. Тамаша. Енді қазіргі таңда өзіңіз блог жүргізіп жүрсіз, е? Қарайды ма, сізге қарап мотивация алып жатқан адамдар бар ма? Бар екен, біраз екен. Мен мысалы кешкісін шығып ана біздің Қалмабай Батыр атамыз памятнигінің артындағы паркта жүрем өзім. Уже біраз адамдар кездесіп жаңағы бірге жүрейікші, сізге қарап жүріп бассақ деп адамдар кездесіп жатыр. Блогымнан біраз мотивация алып, достарым біраз қазір ақырындап тренировка бастап кетті. Мен сол блогты жүргізу мақсатым сол адамдарға мотивация беріп, жаңағы кішкене образдарын өзгертуге, образ жизньдарын өзгертуге, сол тәртіпке, өз-өзінің нәпсін жеңу мақсат жаңағы айтып тұрмын ғой. Ең главный дисциплина екен де. Обязательно бару керек болса, бару. Неше түрлі причиналар табылады, таңертең мысалы. Бір шаруа шығып қалды, түстен кейін бара салайын жолде. Ой, мынаны істемесе болмайды, ертең бара салайын дегендер отговорканы алып тастау керек. Главное, бару керек екен де. Барғаннан кейін сен өз-өзің переворот етіп кетесің. Жақсы. Енді тек күнде таңертең жүресіз, кешке жүрмейсіз бе? Жоқ, кешкісін жүрем бұл. Кешкісін жүресіз. Таңертең мен машыққа барам, тренировкаға, Атамекен спорт залына барам. Ол жерде 2 сағат тренировканы істеймін. Айтым жаңамен жобасына үйренген упражнениялар істеймін. Бізде тек қана кардио упражнениялар. Одан беговой дорожкада жүрем. Үйге барам, обедімді ішіп, дем алам. Одан кейін түстен кейін сағат 4-терге таман шығып жүрем. Қазір енді ораза кезінде графикті өзгерттік. Сағат 3:30-ға таман барам, түстен кейін ауыз ашық жақынырақ уақытта мына неге машыққа. Тренировканы істеп аламын, 1,5-2 сағаттай. Одан кейін үйге келіп аузымды ашқаннан кейін уже неге серуенге шығам ғой. Кешкі сағат қаншада шығасыз серуенге? Кеш сағат 7-8-ге таман барып шығамда 1,5-2 сағаттай жүреміз. Біздің көрермендер де ойланып отқан шығар, қаншада келеді екен, біз де сол уақытта барып қалсақ деп. Шығыңыздар, жүрейік бірге, жүрген жақсы екен. Енді жаңа айтып отырмыз ғой, денсаулық депші. Денсаулығыңызда қандай өзгерістер болды? Оң өзгерістер болды ма? Жалпы енді дәрігерге қаралып, қант талдау деген сияқты, қант диабетіңізді тексеріп, гормондарды тексеріп, сондай нелер жасадыңыз ба? Оны сол жерде біз бағдарламаға, жобаға барған кезде бізді полный чекап өткізеді өздері. Жаңағы бітіріп атқан кезде арасында сол организмді тексеріп тұрады. Мысалы, үлкен давление, қан қысымынан кішкене азайды. Өзгеріс бар. Бұрын 180-нен жоғары болатын.
азыр 120 мен 130 арасын Керемет. сап тур. Мен өзүм таң калдым. Содан уйку жөнүндө эле көп нерсе, жүрүк жакшырды, мына дем алыс, тыныс алуу